Ең алғаш аллергияны Раушан Гүлі тудырған екен, ал ол туралы 2-ші ғасырда Гален жазған. Бүгін аллергияға қарсы күрес күні. Осыған орай аллергияны асқындырмаудың жолдары туралы айтамыз. Менде аллергия ғой. Аллергияның ең қауіпті түрі анафилактикалық шок. Адам мұндай жағдайға түссе, санаулы секундтардың ішінде демала алмай, соңы қиын жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай емдеу қажет. Ал емдеудің бірінші сатысы неден аллергия болғаныңызды анықтау. Сол себепті мен бүгін емханаға арнайы тест тапсыруға келдім. Алдымен дәрігердің қабылдауынан өттім. Содан соң шөптің тозаңынан жасалған аллергенді қолыма тамызды. Егер аллергия болса, 20 минут ішінде қолыңыз қызарып, қыши бастайды екен. Айтпақшы, аллергияны анықтауға арналған тесттен өтпес бұрын науқас арнайы дайындықтан өтуі тиіс. Сондай-ақ, тері сынамасын тек қыс айларында тапсыра аласыз. Ал аллергия өршіп тұрған кезде мамандар қан алу арқылы анықтайды. Ендігі кезекте аллерген дәрінің кішкене мөлшерін науқасқа егеді. Бұл аллергияға қарсы вакцина. Аллергендер шетелде де бар, бізде де бар өндіретіндер. Бірақ енді біз Қазақстанда ол өте көп зерттеу жасалған. Оның нақты зерттеу, мысалы, сіз қай қалада тұрсаңыз, қай елде тұрсаңыз, сол отандықпен қолданған жөн болады. Егер сіз шетелде тұрсаңыз, әрине шетелдік аллергенмен емделген дұрыс болады. Егер сіз Қазақстанда тұрсаңыз, қазақстандық аллергенмен емдеу өте дұрыс. Өйткені шөптер әртүрлі болады. Мысалы, структура, өзінің генотиптері болады, Қазақстандікі. Сондықтан біз Қазақстан аллергендермен емдеуге кеңес береміз. Аллергияның түрі көп, емі де сан түрлі. Бірақ аллергенді егу не дәрі ішу жеткіліксіз. Аурудан толығымен айыққыңыз келсе, осы препаратты қабылдаумен қатар ұйқы режимін сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Сондай-ақ гипоаллергенді диетаның да маңызы зор. Жалпы барлық аллергия болған адамдарға общий гипоаллерген диета береміз. Ол тәтті тамақтар, қызыл сары, цитрус дейміз, қызыл сары жеміс жидектер, және балықтың түрлері, копченый, соленый, кетчуп, майонез, специи, фастфуды, газированный напитки, энергетические напитки, және де бал. Егер мысалы сізде шөпке аллергия болса, біз бал бермейміз. Өйткені перекрестный аллергическая реакция болуы мүмкін. Мысалы, қай жерден балды жинаған кезде ол перекрест беруі мүмкін. Және де дрожжевой заттар дейміз, дрожжевой хлеб, көбінесе сухари, кептірілген нан беруге мүмкін. Шілік береміз, өйткені жеңілдету үшін. Өйткені бір аллергияға басқа аллергия қосылып кетуі мүмкін. Бастысы, дәрігер нұсқаулығын ескеріңіз. Мамандар қан құрамында ұзақ уақыт болатын дәрілерді қолдануға кеңес бермейді. Себебі әсері уақытша, әрі мұндай дәрілерді қолданған соң аллергияны емдеу қиын дейді дәрігер. Ал уақытында емдемеу аллергияның асқынған түріне әкеледі. Аллергия емдемеген кезде өте көп асқынып кетуі мүмкін. Көбінесе мысалы маусымдық сезон аллергия дейміз ғой, демікпе, астма, бронхиальный астмаға алып келуі мүмкін. Және де көбінесе тамақ пищевой аллергияда ісініп кетеді, отек квилки деген болады. Өте күрделі аурулар, және де ең кішкене қатылар, ол анафилактический шок деген дәрі-дәрмекті дәрігердің нұсқаусыз қолданған кезде анафилактический шокқа жиі береді. Токсикоаллергический дерматитті жиі болып жатыр, дәрі-дәрмекті дұрыс қолданбаған үшін. Синдром Стивенсона Джонсона да өте қатты тяжелі пациенттер келеді. Жоғарыда аталған аурулардың алдын алып, жас талғамайтын дертті дер кезінде емдеуге асығыңыз.